Бүгін сіздерге өгілмелі шоколад қосылған түрікше печеньенің рецебімен бөлісетін боламын. Печеньені күнделікті өмірде шайға жасап жеулеріңізге болады, өйткені өте қарапайым жасалынады және де барлық қыз-келіншектердің қолынан келеді деп айта аламын. Және де рецепті көрер алдында лайк басып, комментарий жазып, сақтап алуларды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бір жұмыртқаның үстіне 120 грамм қант ұнтағын, 3 ас қасық крахмалды, жарты стакан сұйық май мен 60 грамм сары майды және де 1,5 стакан ұн, разрыхитель және ванилинді қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Негізі барлығы 3 стакан ұн болу қажет. Соның жартысын салып, осылай қамыр илейсіздер, жаймен үстіне қалған жарты стаканды салып, қамырды илейсіздер. Қамыр өгілмелі, бір-біріне жабыспай тұратын болып шығады, видеодан көріп тұрғандарыңыздай. Осыны бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Одан кейін осындай домалақ шар жасаймыз. Сосын шоколадтың кесіндісін ортасына салып, осылай бекітеміз. Шар жасаймыз. Шар жасап болғаннан кейін алақанымызбен қысып, печеньенің формасын келтіретін боламыз. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай болады. Енді осыны табаға салып, 180 градус ыстықта, духовкада 35-40 минуттай пісіреміз. Печенье сарғыш болып піседі, өте қатты қызартып жібермеңіздер. Енді сиропқа кірісеміз. Ол үшін 2 шай қасық балға, жарты стаканнан кішкене ғана аздау ыстық суға балымызды езіп аламыз. Сосын жаңағы печеньемізді осы сиропқа аунатып, барлығын сироппен аунатып шығамыз. Енді осыған суығаннан кейін әртүрлі безендіруге болады. Мен шоколадпен безендіріп шықтым. Дәмі өте күшті болып шығады, сондықтан жасауларыңызға кеңес беремін. Сіздермен болған ерекше келіншек.